Жұлдыз бен әнсал жобасының бүгінгі қатысушысы тарихы терең Тараз өңірі. Меркі жерінен келген қылықты қызымыз Аяжан Құдайбергенова. Мамандығы заңгер екен, бірақ ән айтуға бала кезден ынталы. Бүгін ол сүйікті әншісі Меломен тобының бойшаң серісі Жігер Ауыпбаевпен ән айтады. Қызымыз кумирімен жүздескенше қатты қобалжыды. Жігер де көп күттірген жоқ. Саламатсыз ба? Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Мен сізді көріп, өлең айту үшін сонау Меркіден келдім. Аяжан Таразда кішігірім тойларда ән айтып, өнер көрсетіп жүрген көрінеді. Бірақ сүйікті әншісімен дуэт айту оңай болмасын біліп тұр. Менің көңіл күйім өте керемет, жақсы. Жігер ағамды көріп өте қатты қуанып отырмын. Мен өзім кішкентай бала кезімнен әнші болуды армандаған болатынмын. Әншілермен өлең айтсам, Жігер ағамен өлең айтсам деп армандаған болатын кішкентай кезімнен бері. Енді мен арманым орындалып жатыр деп ойлаймын. Жігердің айтуынша Меломен ән сапарда жанкүйерлердің сұрауы бойынша бірер әнді жұртпен бірге жанды дауыста орындайды екен. Халықтың ықыласынсыз біз ешкім емеспіз, сондықтан бізге әр тыңдарман бағалы дейді бойшаң жігіт. Өнерді шынайы бағалайтын осындай тыңдармандарсыз расында біз ешкім емеспіз. Өнер адамдар тыңдармандармен, халықпен жалпы біз тығыз байланыстамыз. Ол кісілер болмаса, ол кісілер әнге баға бермесе, ол кісілер тыңдамаса біз кім үшін ән айтамыз дегенде ғой. Сондықтан да осындай Аяжан секілді қарындастарымызға, жалпы халыққа үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен алғашқыда топтың әнін айтпақ болған қатысушылар аяқ асты шешімдерін өзгертті. Нәзік үнді қыздың даусына сай келетін әнді таңдады. Жігер бастап берді. Аяжан қосылып еді, кәсіби әнші мен ынталы әншінің айырмасы байқалып қалды. Көркем мінезді қызымыз Жігер қанша қолдау білдірсе де шамалы ұялып тұрды. Әннің соңына қарай біз күткен дуэтке сүйсіне бастадық. Қос дауыс бір арнада тоғысты. Сүйген жүрек әнімен ұйқыларыңыз ашылған болар. Сүйгендеріңіздің сүйіктісі болыңыздар. Марал Сатқанғалиева, Роман Ван, Хабар. Арнайы жаңа күн үшін.